Ассалаумағалейкум, құрметті отандастар. Біз бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымының алдында Нью-Йорк қаласында жиналдық. Және жиналған мәселеміз ол Шығыс Түркістан еліндегі қайғылы жағдайлар. Бәріміз де білеміз, Шығыс Түркістан елі осыған дейін тәуелсіз мемлекет болды. Және 1949 жылы Шығыс Түркістан тәуелсіз елі заңсыз түрде коммунистік Қытай партиясымен басып алынды. Және сол уақыттан бастап сол жерде жүздеген мыңдаған жылдар бойы тұратын автохтонды халыққа, қазақ, ұйғыр, қырғыз, татар, өзбек, басқа да түркітілдес халықтарға жаппай қысым көрсетуде. Және соңғы уақыттарын айтатын болсақ, соңғы уақыттары Қытай коммунистік партиясы заңсыз түрде 3 миллионнан астам ұйғыр бауырларымызды түрмеге және концентрациялық лагерьге отырғызды. Сонымен қатар 500 мыңнан астам қазақ бауырларымыз түрмеде отыр, 50 мыңнан астам қырғыз бауырлар отыр, және басқа да түркітілдес халықтар, өзбек, татар, басқа да халықтар түрмеде және концентрациялық лагерьде заңсыз түрде отыр. Осы концентрациялық лагерлерде жалпы адам құқығын тапталатын, адамның ар-намысын, қадір-қасиетін таптайтын әртүрлі іс-әрекеттер көрсетуде. Мұсылман бауырларымызға, солардың ішінде ол мұсылмандарға жаппай түрде күштеп арақ шараптарын ішкіздіруде, шошқа етін жегіздіруде. Сонымен қатар түрмеде отырып жатқан, заңсыз түрде түрмеде отырып жатқан бауырларымызға әртүрлі жұқпалы ауруларды енгізуде. Сонымен қатар олардың дене бітімдерін, мүшелерін күштеп алуда. Сонымен қатар осы ұйғыр, қазақ, басқа да бауырлас халықтарымыздың әйелдерін, әйел қыздарын күштеп Қытайға үйлендіруде. Жалпы Қытай үкіметінің істейтін ісі ол осы түркітілдес халықтарын ұлттық ерекшеліктерін жою болып келеді. Осы басты мақсаты. Өйткені Шығыс Түркістанда қазір қазақ мектептері көбісі жабылды, ұйғыр мектептер, сонымен қатар ұйғыр қазақ тілдерін пайдалануы шектелді. Сондықтан мүмкін 50 жылдан кейін өкінішке орай Шығыс Түркістан жерінде қазақ, ұйғыр, тағы да басқа түркітілдес елдер қалмайды. Олардың бәрі сіңіп кету немесе жоғалу қаупі бар. You don't have to be a woman to stand up for women's rights.